айтам деп келіп отырмын осы эфирға. Уже түнімен ойландым, айтайын ба? 7 жылдан бері айтылмаған зат, бірақ эксклюзив болсын енді. Қашанға жасырып жүреміз? Қалай болған, не болған? Бір күнде алдым да, ойланып отыр, бір күнде ойландым да, сөздің ашығы 3 күн ішінде көшіп кеттім тағы. Мен соған сеніп қалдым, не осы барамды көрім болмаса, не істейді, басым бесі боламын. Анау қара жырға, анау қуатын Айман Хамес жүргірейді. Артық болмас, мен алашпайтын да артын жауып жүрмін сол кезде. Түнде, түнгі бір уақытта, түнгі 2-3-те бір өз звондайды. Алсам, мен осындай деген ағаңмын, мындаймын, осындай должностьтамын. Ой, жақсы, ешкім емес, ол шафқат-ақ болсын. Мықты жаңағы лучший боец Казахстана десек, мен шаршадым UFC-ді күтіп. Армысыздар, ардақты ағайын. Берен бағдарламасының бүгін кезекті шығарылымы. Бізде қонақта ереже жекпе-жектің хас шебері, бірқатар белді ұйымдарда жұдырықтасқан Қайрат Ахметов. Өздеріңізге жақсы белгілі мәлім, күні кеше ғана Қайрат бауырымыз ақш-тың Колорадо штатында өткен жарыста кезекті жекпе-жегін өткізіп, сол жекпе-жекте жеңіс жетіп, бүкіл алаш жұртын қуантып, елге оралып отыр. Жеңіс құтты болсын, Қайрат. Үлкен рахмет. Ал Қайрат, енді бұрыннан өзімізге мәлім, сіз бұрын грек-рим күресімен шұғылданған екенсіз. Жалпы балуан ретінде грек-рим күресіне қандай табыстарға қол жеткіздіңіз? Енді бір сөзбен айтқанда, елмен қатар күрестік, бірақ мастер спорта дәрежесіне жеттім, одан артық ешқайда шыға алмадым десек те болады. Енді грек-рим күресіне мастер спорта болу үшін ол да бір үлкен нәтиже деп білемін, өйткені конкуренция жағы олимпиада, олимпийский вид спорта деп жатсыз. Сол себептен конкуренция өте мықты болды. Мастер спортаға жеткенде бар, жетпегені бар. Жалпы мастер спортамен тамамдадық спортымды, сол грек-рим күресін. Енді сол грек-рим күресін ары қарай жалғастыра беруіңізге болар ма еді? Енді қанша дегенмен жас болдыңыз, бірақ енді жаңа айтып отырмыз ғой, олимпиадалық спорт түрі бұл мемлекет есебінен қаржыландырады. Ал сіз аралас жекпе-жек таңдадыңыз, оған не түрткі болды? Енді қаражат жағы шығар, өйткені бірінші номерлар жаңағы олардың нелері бар, зарплаталары бар. Біз енді 3-ке, 4-ке кіріп жүргеннен кейін бізге ондай қаржы жағынан ондай көмек ешқандай болған жоқ. Қазақстанда ең үлкен нәтижем 3-ші орын алғам. Одан артық ала алмадым десек болады. Бірақ күресім жаман емес, елмен қатар күрестім. Кім біледі, енді ары қарай күресуге мүмкіншілік болғанда күресетін едім. Бірақ енді бір сөзбен айтқанда қаражат жағы шығар соның бәрі. Күресте бірінші номер болсан ғана зарплата деп жатсам, жаңағы зарплатасы болады, 2-ші номерға, 3-ші номерға. Біз енді соның төңірегінде жүргеннен кейін бізге ешқандай көмек болмады. Енді ол кездер енді аралас жекпе-жекке деген аса бір қызығушылық жоқ еді ғой. Сіз сонда бір не болған жоқ па, секен болған жоқ па, көңілді өзімді мойындата аламын ба, әлде мойындата алмаймын ба деген? Енді бала кезімнен жаңағы үлкен турнирларды көріп, кішкене балалық арман болатын, осы сияқты жекпе-жекке шықсам ба деген, болашақта негізі балалық арманым болатын. Ереже жекпе-жек сол кезде енді ғана басталып жатқан кезі, сол өмірдің бір сыйымен ба, бір спаррингтеріне барып, сол спаррингтермен жақсы өнер көрсетіп, сол ереже жекпе-жекті бір жарысқа өзімді сынап көрейін деп қана бастаған, содан бір жеңіске жетіп, ары қарай ереже жекпе-жекті қарқынды түрде ары қарай алып кетуге мүмкіншілік болғаннан кейін, бір жылдары бері күреспен бірге алып жүрдік. Күресіп те жүрдік, жекпе-жекке де шығып жүрдік. Бірақ екі кеменің басын ұстау өте қиын демекші. Сол түбі ереже жекпе-жекке толықтай ауыстық. Енді ол кездер енді біз мәлім енді сол аралас жекпе-жекке ауысқан себебі, мысалы айтайық, бұрынғы қазіргі грэпплингтен, күрестен, бокстан, кикбоксинг, муай-тай, сол секілді жеке бапкерлер ол кезде болмаған шығар? Болған жоқ. Иә, расымен де ол кезде жаңағы грек-рим күресінен ұру да білмейміз, теуі де білмейміз. Тек қана күреспен ғана алып жүрдік. Қол қою, оның бәрі тез мәлім уақытта келмейді, оның біраз жылдан бері. Бірақ енді жаңа базамыз болды біздің. Қуат екеуміз, Айман бауырымыз екеуміз бірге бастадық. Бізде база грек-рим күресі базасын білесіз, физически тұрғыда өте мықты болдық. Жаңа не бір тік тұрып айқасатын жігіттермен жекпе-жек шыққанда жаңағы өзімізді күрес, грек-рим күресінің тәсілдермен
жеңіске жететінбіз. Кейіннен оның уақыт келе ол құр күреспен алысқа бармайтынымызды біліп, сол тік тұрып төбелесімізді меңгердік, грэпплинг жағын. Бірақ ол кезде залдар өте аз болатын. Грэпплингке біраз зал болатын ау деймін сол кезде. Сол жаққа баратымыз, үйренетіміз, әйтеуір бірден кейін. Бәрі уақытпен келеді екен де оның бәрі. Сол ступенімен әйтеуір қазіргі дәрежеміз жаман емес. Содан кейін енді Алаш Прайдтың сапынан енді сіз бірінші рет көрдік. Жалпы Алаш Прайд енді сол кезде енді бастап жатты, қадам бастап. Солардың алғашқы қарлығаштардың бірі болдыңыз ғой. Сол ұсыныс кімнен түсті? Өздеріңіз іздеп бардыңыздар ма, әлде сол Алаш Прайдтың жетекшісі Данияр Қасқаров мырза шақырды ма, қалай болды? Ең бірінші Қуат екеуміз ол кезде клубтың ішінде, клуб склад деген клубтардың ішінде өнер көрсететінбіз. Сол кезде Асхат Ерболатов деген кісі болатын. Сол сыртымыздан көріп бізді ұсыныс жасады. Мен осындай клуб ашайын деп жатырмын, мықты жігіттерді жинап жатырмын, қазақтың ережесіз жекпе-жегін дамытуға үлесім салғым келіп жүр деп сондай бір ұсыныс келді. Біз ол кезде жаспыз, күресшіміз, қуана қабылдадық. Қазақстан түпкірінен жақсы мықты жігіттер жинады. Бізге қарқынды түрде жақсы условия дейміз ғой, условиясын жасап Алаш Прайд деген командасын жинаған болатын. Оның үстінде сол кісі бастады, одан кейін Данияр Қасқаров ағамыз қостады. Сөйтіп ойламаған жерде үлкен спорт жаңағы ұжым пайда болды. Одан кейін турнир жасайтын болды Алаш Прайдтың. Сол кезде ақырындап өзі ешкім әлі сөзбен ашқанда әлі ешкім ереже жекпе-жек қалай болу керек екенін көзі әлі ойлары жетпеген да. Бірақ жаңағы айтып өттім ғой, сатысымен ақырын бір-бірімізге жаңағы бір сөзбен айтқанда поддержка қылып, олар бізде новичокпыз бұл вид спортыда, олар да организация жағынан новичок болды. Бір-бірімізге жаңағы үлесімізді қостық. Сөйтіп үлкен клуб болды, одан кейін үлкен промоушнға айналды Алаш Прайд болып. Алғашқы қарлығаштар сонда сіз, Қуат Найман, тағы кімдер еді? Қуат Хамитов бауырымыз, Ержан Нестанов, Аслан Тоқтарбаев деген жігіт, Төлеген Ақылбеков, Азиз Амуев, Асиф Таиев, тағы да неше түрлі жігіттер болды. Енді біз қазақ жанкүйерлері, сен өзің әр жеңістен кейін қара жорға билеп жанкүйерлерді бір қуантатынсың. Жалпы сол идея қайдан келді? Өзің бастамаң ба, жоқ әлде біреу осындай ой тастады ма? Енді Қуат екеуміз доспыз ғой, бала доспыз. Өмір бақи спортта да, өмірде дос болып өскеннен кейін Қуат жаңағы Тито Ортис деген спортшы болатын. Соған қатты еліктеді. Одан кейін жаңағы Қуат жеңісінен кейін өзіңіздер білесіздер, күрегін алып көметін жаңағыдай ел таныды. Бірақ сол кезде Қуат екеуміз ақылдаса отырып, Данияр Қасқаров, Асхат Ерболатов ағаларымыз бір фишка тап деді. Сол кезде мен лақабатым қазақ деп алғанмын. Соны көбісі айтты жаңағы, бұл ауыр болады, ертең жеңіліп қалса бүкіл қазақ жеңілгендей болады деген. Мені бас тарт деді да ол лақабаттан. Жоқ, мен жеңілмеймін деп өзіме бір рухани күш бердім да, енді қайта сол дұрыс шығар, жеңілмеуіме тырысам деген сияқты. Одан лақабатым қазақ болғаннан кейін қазақи салт дәстүрімізді көрсету болды. Сол кезде қара жорға идеясы келетін болған. Содан кейін бірақ көпке дейін қалай болады екен, ел қалай қабылдайды екен, жұрт қалай қабылдайды екен деген бір ойлар туындады. Содан кейін бір жекпе-жекте әйтеуір қара жорға билегенін білем. Соң ел кәдімгідей қошеметпен қабылдап, сол бір күнде мен мысалға көбісі тани бермесе, сол қара жорға биінен кейін көбісі тани бастады. Одан кейін бұл менің міндетті түрі фишкам болды. Сонымен таңылдым десем болады. Қара жорға биінмен қазақ еліне танылдым десем де артық болмас. Спорттығында шырдығынды қарап отырсақ, 2010 жылы бастадың ғой? 2010 жылдың аяғында бірінші жекпе-жегімді өткізген. 2010 мен 2012 жылдар аралығында 15 жекпе-жек өткізген екенсің. Сол жалпы сол 15 жекпе-жегінде жеңіске жеттің. Солардың арасында бір қиынға түскен, жеңіліп қалуға сәл қалған бір жекпе-жектер болды ма, әлде қарсыластарыңды қоғадай жапырып өттім деп айта аласыз ба? Қоғадай деп айта алмаймын, өйткені бір жекпе-жегім бар. Бір өте қиын, ауыр болды. Жеңдім 3 раунд бойы, бірақ дайындығым нашар болды ма,
өзімді дұрыс көрсете алмай бір шаршаған соншалықты бір жеңіліп қалуға аздап болсын бір не болды. Шақ қалдым дейсің. Шақ қалды расымен де. Бірақ жеңіп әйтеуір оның үстінде оны біле бермейді. Ол кезде жаспыз, ауырсақ та жекпе-жекке шыға береміз. Жаңа айтып тұрмын, 1-2 жылдың ішінде қаншама жекпе-жек ай сайын жекпе-жекке шыға беретінбіз. Ол кезде өзімізбен қатар конкуренция дейміз. Біз де сондай новичокпыз ғой ол спорттың. Ол кезде енді бәсекелес қатты жоқ, бірақ біз де сондай уровеньдамыз былай қарап тұрсаң. Асып тасып кеткеніміз ештемеміз жоқ. Сол кезде жаңа Никитченко Владислав деп атында есімде, оның әр интервьюларда айтам. Сол кезде кішкене қиын жағдайлар болды, бірақ Аллаға шүкір жеңіп шықтым. Одан кейін енді ауырып немесе дайын емес шықпаймын деп өз-өзіме уәде бердім. Сол 2012 жылы жылының соңында ғой деймін, алғаш рет Ұлыбританияға аттандың. Лондонда төбелескен екенсің. Жалпы алғаш рет шетелге шыққанда бұған дейінгі бүкіл жекпе-жектен қарап отырсақ, елішілік жарыстарды Қазақстан аймағында өткізген екенсіз, республика аймағында, Алматыда, Қапшағайда және басқа қалаларда. Сол алғаш рет шетелге шыққанда қандай қобалжу болды ма, қалай болды, қандай күй кештіңіз? Қобалжу болды, өйткені оған дейін енді сборларға барып жүрдік, Таиландқа бардым, оған дейін бір ақш-қа барып келгенім бар. Қобалжу болды, енді бірінші рет үлкен жарысқа қатысып жатсам, қалай болады екен деген сияқты, бірақ сол жарыс есімде қалыпты. Бірінші раундта ауырту тәсілмен қолына жаңағы болевой дейміз ғой, сонымен жеңгенім бар. Сөйтіп бірінші жаңағы обкаткамды өттім десе болады шетелде. Жаңа өзің айтып шетелге барамыз дейсің, оқу жаттығу жиыны, жарысқа қатысу, басқа да енді дәрі-дәрмек бар, енді витаминдер бар, ағзаны қалпына келтіру, оның барлығын қаражат сол кездерде енді кім көтерді? Мен сөздің ашығы, ол кезде ең бірінші Таиландқа барғаным есімде. Қаражат өзімнің қалтамнан кетті Таиланд еліне. Сол кезде есімде қарызданып ел көрейш, осы бір шығып көрейш. Елдің бәрі шығып жатыр. Шетел қалай екен өзі? Таиландта жаңа тайбок шағын үйреніп қайтайын деп қарызға ақша алып есімде қалыпты. Ағамнан ғой деймін. Сөйтіп жекпе-жекке жаңа неге оқу жаттығу жиынына барып қайтқаным бар. Көп те ұзаған жоқпыз. Яғни бір 20 күн Ержан Исанов екеуміз де өзіміздің ақшамызға барып қайтқан болды. Одан кейін оқу жаттығуына ақшқа ол кезде де өзімнің қалтамнан. Көпке дейін өз қалтамнан жүрді енді. Бірақ өз-өзіме салуға тура келді. Ақша болған кезде машина алып алайын ба, немесе өзім несімен жұмсайын ба деген кезде білмеймін, өз-өзіме аяндым. Қайта осы салада жүремін, осы спорттың майталманы болам. Сол себептен өзіме салуға тура келді да. Өз қаражатым болса да. Жалпы сол енді Таиландқа бардың, мысалы ақш-қа бардың, оқу жаттығу жиындарына, сонда алған әсерлерің қандай осы Қазақстанмен салыстырғанда? Қай жаттықтыңдар? Көзің ашылады да, енді ел көресің, жер көресің, дайындықтарын көресің. Бірінші Таиландқа барғанда бір қатты бірдеңке түсініп қайттым деп білмеймін, бірақ не дегенмен бірақ психологический тұрғыда өз-өзімді ел шетел көріп келген жігітпін мен. Енді мен мықтымын деп бір психологический тұрғыда сондай бір нелер болған, әсерлер алғам. ақш-қа да бардым. Бір ең бірінші рет қай жаққа барсам да аса түсіне бермейсің жаттығуларынша. Әйтеуір бардым деген аты. Бірақ енді психологический тұрғыда әрине бір көмегі тиеді екен. Мен ақш-қа барып келгем, мен Таиландта сбор жасағам, кім болсын мен жеңем. Я сондай бір психологический ең бірінші. Одан кейін ақш-қа бардық, талай ақш-қа бардық. Енді сол кезде кәдімгідей қарқынды дайындықпен жақсы не алып опыт алып сөйтіп жүрдік енді. Жақсы, ол 22 қатарынан 22 жекпе-жекте жеңіске жеткеннен кейін ONOC Сингапурлық ұйым әлемдегі енді үздік бестіктің қатарында ғой. Иә. Келісімшартқа отырған екенсіз. Бір қызығы бірінші жекпе-жекте сіз жаңа титулдық бой дейміз ғой, чемпиондық тәж үшін таластыңыз. Ондай құрмет сізге не үшін көрсетілді? Әдетте біз білеміз ғой, ортаңқол ұжымдардың, промоушндардың өзінде алтын белбеу үшін таласу үшін бірнеше жекпе-жек өткізеді. Ал сіз бірден чемпиондық ал енді осы сұраққа келетін болсақ, жаңағы мен UFC-ға
контракт алам деп жүрген кез бәріміз жаңа қазақ елі шулап жүрді. Қайрат Ахметов жақын арада UFC-мен контракт алады деп. Сол жақтағы UFC-дің матчмейкерлерімен тікелей байланыста болдық. Бірақ маған айтты, кішкене уақыт керек, күту керек. Саған міндетті түрде контракт береміз деді. Сөйтіп шамамен уақыт өтіп кетті, 1 жылдай уақыт өтіп кетті, контракт жоқ. Бірақ олар береміз деп отыр. Содан кейін асығысқа бөлініп кеттік десе болады. Бөлініп өйткені мен шаршадым UFC-ді күтіп. Мүмкін беретін бет, бірақ кішкене күту керек. Сол кезде Мэтт Хьюм деген кісі, Дмитрий Джонстың, Магуши Мушоновтың личный тренері, ол One Championship тұжырымда директор, зам директор. Сол маған осындай жері Facebook деген кәдімгі желіде маған сообщение жазады. Қайрат Ахметов, сені біз One Championship несінде көргіміз келеді, промоушнда көргіміз келеді деп. Содан кейін мен қызыға ойланып, солармен сөйлесіп бастадым переговорда. Содан кейін бірақ оларға условия қойдым. Егер мен сіздермен контракт алатын болсам, сразу белбеуге өте білесем деп. Олар көп ұзамай ойланды, көп ұзамай жауап берді. Олар мен расымен де көргісі келді. One Championship, азиатпын, азиатский промоушн, без поражений келе жатырмын. Публикаға харизмам бар, қара жорға биім билейді деген сияқты бір өздеріне бір мен сол бір не жағынан көрсеткізе, қалай айтсам болады. Бір қызық болды мен оларға. Национальный киіммен шығам жаңағы. Содан кейін олар келісім шартқа отырдық. Сол бірінші сөздерінде сол келісім шартта жазылған бірінші жекпе-жегін белбеуге өткізеді. Ары қарай енді белбеуін қорғайды, немесе там жекпе-жектер шығады деп. Солай белбеуге шықтым десек болады. Жалпы One UFC деген енді қалың көрерменге түсіндіре кетсең, ол қандай ұйым, қандай ауқымды ұйым, қандай нелер мықты проектлар бар, жобалары бар, сол жайында айтып берсеңіз. Енді One Championship Азияда номер 1, бүкіл бестікке деп атса ғой. Бестікте емес, екінші орында. UFC-дан кейін. Каждый өзінің несін тартады, жаңа ACA, біз екінші орындамыз дейді, Bellator, біз екінші орындамыз дейді. Бұлай статистикаға қарайтын болсақ. Bellator'дан да мықты болып тұр ма сонда? Статистикаға қарайтын болсақ, просмотр, азиаттар көп. Қаншама миллион просмотр, қаншама қаражат. Оның үстіне оны қалай бөлуге болады? Организацияны, қаражатына байланысты. Кімнің қаражаты көп? Олар қаражаты UFC-дан артық болмаса, кем емес та енді былай қарайсың. Сол UFC-дан ғана мүмкін бәлкім төменірек шығар, бірақ ACA болсын, қандай организация болсын, қаражат жағы өте бай организация. Ол нені айтады? Ол бұл турнирларында бір турнирына көретін болсаңыз, көзбен көру керек та, ол қаншама қаражат бөлінген и үлкен шоу жасайды әр турнирларында. Адам деген нық толы, жаңағы светомузыка, енді жаңағы шыққан кезде от, свет, жаңағы дым деп жатамыз ғой. Соның бәрін қарасаң, көзге бір қарағанда кадрменші бір кино көріп отқандайсың. Енді ерешіліктері азиясы, олар ешкімге ұқсағысы келмейді. Мысалға, қандай лига болсын, бәрі UFC-ға қарайды, сол UFC-ның программасы бойынша соларға жақындағысы келеді. Сондай правила, сондай не. Бояқта өзгеше бәрі. Жатқан кезде бастан тебуге болады. Бұл жаңа оға дейін Pride деген организация болды ғой. Соның жалғасы. Бұл жалғасы деп етеді, өздерін позиционировать етеді. Жалғасы. Одан кейін бізде жаңағы весогонка кезінде көп қуалауға тыйым салынады, болмайды, өтпейсің. Гидротест дейміз жаңағы. Ондай қаяқта көрдіңіздер, гидротест бірінші адамның денесінің ағзасындағы суын көреді, қаншалықты денесінде қанша процент су бар екен. Көп қуалауға болмайды. Егер гидротест өтпесең, сен жекпе-жекке салмақтан өтпедің деген сияқты. Гидротест өтесің, одан кейін салмаққа тұрасың. Бәрі гидротестіне өте алмайтын себептер салмақтың көп қуалайды, жидкости көп сливать еткеннен кейін салмағын азайтамыз ғой солай. Ол жақта салмақ азайтуға болмайды. Ол неге? Спортсмендер өз салмағында жекпе-жекке шықсын. Ешқандай жаңағы салмақ қуаламасын, өздерінің денсаулықтарына зиян келтірмесін. Бұл спорт. Ол жақта көбісі көресі 10-15 килограмм қуалап жатады. 20 килограмм қуалайтындар. Оның бәрі не? Оның бәрі ертең
шығады дейсің. Шығады, ертең коллега болып қаласың. Оның бәрін біле отырып, солар осындай неге келді. Содан кейін 3 күн өлшену бізде. Любительский спорттағыда 3 күн өлшенеміз. Ол неліктен? Жарайды, бір гидростесттен өтіп кеттің, салмақтан өттің. Сондай болады ғой енді, кім біледі. Екінші күн бар ғой. Сол себептен бұл жақта көп қоя алмайсың салмақ. Тағы да не айтсам болады. Шоу жағы өте мықты. Жаңағы не жағынан шыққан кезде выход, не. Енді ең үлкен мәселе жаңағы қаражат жағы. Қаражат жағы гонорарлары жақсы. Әр спортшының. Әркімге әрқалай, біреуге жақсы, біреуге жаман, бірақ көбісіне гонорарлары өте жақсы. Көбісі UFC-дан қазір көбісі One Championship-қа ауысып жатыр. Не гонорар жағына? Жаңағы Дмитрий Джонс, Эдди Альварес, Норкот, тағы да көптеген байыстар звездалардың бәрі One Championship-қа келіп жатыр. Неге десең, соның бәрі қаражат. Қаражат жақсы, өте жақсы. Қаражат жақсы болса, мәселен, сіз бірінші чемпиондық тәж үшін таластыңыз, сол кезде жеңіс жеткенін жақсы білеміз. Сол кезде өзіңіз қанша көлемді алдыңыз, егер құпия болмаса? Былай қарасаңыз, енді мен осы спорттың пионері деп жатырмыз ғой. Сол кезде біз көп затты білмейді екенбіз. Контракт не екен, қалай қол қойып, қалай нету керек. Сол кезде жаңағы мен қасымда ағылшын білетін адам жоқ, өзім ағылшын білмеймін. Өзің бардың ба жалғыз сонда? Жоқ, бірінші контракт келді ғой. Контракт келді, сол контрактты ағылшын білмеймін, не істеймін, қасымдағы дос баламын кішкене ағылшын тиіп қашып біледі, соған оқыш дедім. Ол бір көзбен бір оқып шықты да, нормально екен деп қол қоя салдық. Ол кезде былай қарап тұрсаң, ол қаражаты, гонорары өте аз. Өте аз. Бізге сол уақытта маған жақсы. Өйткені мен оға дейін мизер ақша алып жүрдім. Енді мынау маған үлкен бір көрінді. А былай қарап отырсаң қазір. Глобально қарасақ дейсің. Глобально қарасақ өте аз. Оларда мен саудаласу керек екенін білмеймін. Олар контракт жіберді, соған қол қоя салыппын. Неге саудаласу керек? Мен мынау контрактқа қол қоймаймын. Маған қаншама гонорар беріңіздер деп. Сол кезде оның бәрін білместігіміз екен да. Қасымда менеджерім жоқ, қасымда бір көмектесетін бір қамқоршы, қасымдағы адам жоқ екен да. Сол кезде қазір ойлап отырып, соны енді ғана біле отырмыз. Сол кезде қазір екінші контракт алдым, одан кейін үшінші контракт алдым. Мен оға дейін енді білетін болды. Қазір жаман емес. Қазіргі уақытта жаман емес. Ал бірінші контрактым өте нашар болды десек айтса. Жалпы сол бірінші титулдық жекпе-жекке жалғыз кіммен аттандыңыз? Қасыңызда кімдер болды? Жоқ, қасымда адамдар болды. Данияр Қасқаров мырза болды. Одан үстінде ол кісінің достары болды. Арман Оспанов болды. Өзіміз бір диаспора болып бардық. 10 адамдай. Сол 2015 жылдың қараша айында алғаш жекпе-жекте сен Бразилия Адриано Моралесті ұтып, соны UFC-дің чемпионы атандың. Сол кезде қандай сезімде болдың? Жалпы UFC-дің басшылығы бұл, немесе сол UFC-дің жанкүйерлері бұл қалай қабылдады келесі ұтып кеткеніңді? Енді ол турнир Пекинде болды. Енді бір қазір рахметімді айтқым келіп отыр. Қазақтағы Пекинде оқитын қазақ студенттердің бәрі келіп, сол залды нық толтырды қазақтар жалпы. Енді поддержка мощный болды менде. Сол кезде жеңіске жетіп, енді бір сөзбен айтқанда қазір көкейім аспанға ұшып, кәдімгідей ай жеттім ау бірдеңкеге деп, жаңағы чемпион болдым ау бұндай организациядан, өзім бір марқайып қалған уақыттар ғой сол. Ал енді өмірім жаңағы айтады, жизнь удалась деп. Сондай бір күшті керемет сезімде болған есімде. Содан кейін қарап отырсақ, 2 жыл жұдырықтаспаған екенсіз. 2 жыл жанкүйерлер назарынан тыс қалдыңыз. Сол кезде немен шұғылдандыңыз? Жарақат алдыңыз ба? Әлде басқа да бір себептер болды ма? Бұл сұрақ өте көп жиі келіп тұрады. Өте жиі келіп тұратын сұрақ. Менің жауабым білетін шығарсыз. Жарақат алдым деймін, тағы да басқа. Жарақаттар да болды жалпы. Белмен кішкене проблемалар, оның бәрі глобальный емес. Негізі білмеймін, осы эфирға кеше түнімен ойланып,
Қанша жыл өтті одан кейін? 6-7 жылдай өтті. Кеше ойланып осындай бір өз өзіме сұрақ қойдым. Бір ішімдегі бір қалай айтсам болады, ішімдегі бір тайна дейміз ба, или не десек болса. Шер. Иә. Соны айтам деп келіп отырмын осы эфирға. Кеше түнімен ойландым, айтайын ба? 7 жылдан бері айтылмаған зат бүгін айтыла ма деп жаңағыдай. Бұл өмірге байланысты. Оны біреу білер, біреу білмейді жаңағы. Мен жақын достарым білетін шығар мүмкін, көбісі біле бермейді. Бірақ эксклюзив болсын енді. Қашанға жасырып жүреміз? Қалай болған, не болған? Дұшпанға күлкі болуы мүмкін. Сондай ойлар болды. Ел не айтады? Бұны айтсам жаңағы. Оның бәріне көз жұмып отырмын. Ештеме етпейді бәрі. Бәрі қазіргі уақытта бәрі жақсы, бірақ айтуға тура келіп отырған себебі 2 жылдан бері мен жаңағы жанұямның несінде бір проблемалар болды. Ол проблемаларды ешкімге айтпағанмын. Сол басынан бастасақ, сол белбеуді алдым. Бір қуанышты сәт. Бір толқып жүрген кез ғой. Содан кейін осы 1-2 айдың ішінде дүниеге нәресем келеді жаңағы. Соны күтіп жүрген кез, содан кейін ұлды болдым 3-ші рет. Бірінші қызым, 2-ші ұлды болдым жаңағы. Қуандық. Бәрі керемет болды, бірақ үйге жаңағы бәріміз жиналып алып келгенде бір ұлды енді ішіне толқып отырмын. Сол есіме түсіп жаңағы. Бір не то. Балаған түріне қарай не то. Бірақ білмейміз неліктен. Не жыламайды, не нетпейді, не қыңқ етпейді. Одан кейін бір ешқандай ойда түгі жоқ. Уақыт өте келе больницаға барды енді расымен де. Не жыламайтын бала, не өзі? Еме береді, жыламайды. Больницада дефекттер айтады. Дефект құлағымен, көзімен, жүрегімен, анау дейді, мынау дейді. Түсінбей қалдық, не болып қалды аяқ асты. Сөйтіп жүрген кезде диагноз қояды. Күн бала деп. Бәріміз анау жер аң-таң болып, енді біреу күн баланы біледі, білмейді, солнышко дейміз ғой. Бір сөзбен айтқанда енді ауыр болсын. Синдром Дауна дейді жаңағы. Біз ондайды естімегенбіз, көрмегенбіз, білмейміз не екен оны. Кітап оқимыз, аннан сұраймыз, ойбай, содан кейін оқып отырып, анан диагнозы кәдімгі шошып қалдық. Ал не істейміз? Врачтар оға дейін бәрі жақсы болған. Неге апарамыз жаңағы? УЗИ дейміз, анау дейміз, бәрі нормально. Ешқандай проблема жоқ. Бірақ осылай алаң қалау ғой, не болса да солай болып қалды. Енді бәрін шоковый состояние, стресс алып түсінбей жатырмыз ғой, не болып жатқан, психологический тұрғыда. Уақыт өте беріп, сол баламен айналыстым десек болады, спортты мүлдем қойып кеттім, сол себеп негізі. Ешқандай да травма емес, ештеме емес. Осы баламен айналыстым, короче. Сөйтіп жүрген кезде арада шамамен 11-12 ай өтеді. Ешқандай не жоқ. Прогресс жоқ. Врачтар 1 жасқа дейін өмір сүреді, немесе 3 жасқа дейін өмір сүреді. 5 жасқа. Негізі күн бала енді 5 жылға дейін өте қиын екен да. Жаңағы қатты уход керек жаңағы. Не доживают дейді ғой жаңағы 5 жасына дейін. Сондай мен қорқытты бізден. Анау ойбай. 1 жыл уақыт өткеннен кейін сонымен өмір сүрдік. Психологический түрде әке-шешем, жолдасым, бәріміз енді кәдімгідей бір жаман кездердің бір несі болды. Бірақ не дегенмен мен өзімді еш психологический тұрға сынғанмен сыртқы келбетке ешкімге көрсеткен жоқпын. Өзім мықты екенін көрсетіп, жолдасымды поддержка беріп жаңағыдай ештеме етпейді. Бәрі нормально болады. Аман есен, басы аман болсын ең бастысы.
сөйтіп жүрген кезде бір ой келеді өзіме, не істеп жүрмін, мына жақтан пайда жоқ. Енді бір біз Қазақстан медицинасы жамандағым келмейді, бірақ ешқандай пайда көрмедік та. Анау дейді, мынау дейді, барасың, ешқандай прогресс жоқ. Одан кейін жаңағы бір күнде алдым да, ойланып отыр, бір күнде ойландым да, сөздің ашығы бір 3 күн ішінде көшіп кеттім Таиландқа. Машинемді бір күнде сатып жіберіп, үйдегі бір мебельдарым бар еді, анауым бар еді, мынауым бар еді. Бір күнде алдым да, енді жолдасымда психологический бәріміз бір сөзбен айтсам бір нашар жүрміз да. Қиын жағдай болып жүргеннен кейін, қой бүйт. Ешкім өліп қалған жоқ қой. Барып Таиландқа барып, бір күнде алып, бір сөзбен айтсам, бір күнде алып көшіп кеттім. Семьямды алып, ойламаған жерде, ешкім білмейді. Алдында көшіп кеттім. Сол жерден жаңағы оға дейін медицинасын оқыдым, народный медицина, жаңағы бәрі о жақта на уровне. Сөйтіп көшіп кеттім да, сол жақтан емдеп бастадық. Талай қаражат жұмсадым. Бәрі сол жақта кетті десе болады, оның бәрі ештеме емес. Ең бастысы жанұяның амандығы, баланың амандығы. Сол жақтан прогресс басталды. Кәдімгідей. Оның алдында бұл күн балаларда жүрегінде тесік болады, сол тесік бір жастан кейін жабылу керек екен да. Бұл жабылмайды. Неге жабылмайды? Сол жаққа барып, былай айтқанда, какосын ішіп, мангосын жеп, народный медицина, анандай медицина бәрін еткеннен кейін оған айтып құлағы естімейді, көзі көрмейді, ойбай, не болып кетті деп. Сол жаққа барсақ, бәрі нормально, бәрін жасап алдық. Альхамдулилля. Енді сөздің ашығы солай болыпты енді. Талай қиыншылықтар өтті басымыздан. Оның бәрін өте білдік. Қайта мені осы оқиға байланысты жігерлік танытып, бір мықты болдым десем де болады. Психологический тұрғыда мен уже устойчивый болдым. Сол. Енді қазір бұрынғы өтіп кеткен кез, қазір өткен кеткен шақ болды. Одан ештеме жоқ басқа. Қазір жақсы ма баланың денсаулығы? Алхамдулилля, жақсы. Не деді біздің аяқта? Ойбай, көзі көрмейді деді. Құлағы естімейді, жүрегі жабылмайды, 5 жасына дейін өмір сүрмейді. Алхамдулилля, бәрі жақсы. Жүрмейді деді. Отырмайды деді. Отырды. Жүрмейді деді. Жүрмейді. Жүрді. Сөйлемейді деді. Қазір тілі шығып келе жатыр. Ел қатарлы. 100%. Не болып кетпесе, жаңағы емделіп кетпесе де, бірақ әрекетін істеп, бәрі жақсы. Алхамдулилля. Қазір енді ел қатарлы бала, Құдайға шүкір, бәріміз жақсы көреміз. Алла шипасын берсін. Амин. Бәрі ойдағыдай өте білдік. Расымен де сол кезеңді есіме алатын болсам, бір жылағым келеді кәдімгідей. Бірақ мен ешкімге көрсетпедім ол жағдайын. Оны ешкімге айтпадым. Біреулерге барған жоқ, мынау үлкен бір ағаларымыздың танимын ғой, Құдайға шүкір, анда танисың. Бір қолым солып, қолым жайып барған жоқ. Мен балам мынандай болып қалды, мүсәпірленген жоқ. Мен ешкімге айтпадым. Өзім тек қана. Бұл көмектесем десе, көмектесетін адамдар бар шығар, бар ғой. Енді шынайы мені сыйлап жүрген ағаларымыз бар шығар енді. Расымен де. Сол кезде ешкімге қолым солып, алақаным жайып барған жоқпын. Сонымен мен өзім гордиться етсем, алхамдулилля. Өзім көтеріп, өз балам өзім көтеріп алам. Сондай жағдайлар болған. Сөйтіп Таиландтан алхамдулилля бәріміз жақсы болып келдік. Сол Таиландтан 1 жылдан аса тұрып келдік, жанұямызбен бәріміз. Қайта сол жаққа барып, бұл бала бізді қайта бір-бірімізге бір жақын, қалай айтсақ болады, жақындардық десе болады. Біздің жанұямыз кәдімгі бір-бірімізге поддержка жағына, өз-өзімізге жаңағы жақын болдық та енді. Енді спорт тақырыбына оралайық, қайта. Жаңағы содан кейін араға 2 жыл салып, жаңа өзің осындай жағдайлар болыпты, біз енді шын білмедік. Расында да қайтадан сол Мораеспен кездестің, бәлкім ұтылып қалдың ол жолы енді. Сол кезде сен спорттық карьераңда алғаш рет жеңілістің кермек дәмін таттың. Осы жағдайда әсер болған шығар. Енді бұған бұрмалақ қоймайын негізі. Бірақ 1,5 жыл мен залға кірген жоқпын. 1,5 жыл мен кәдімгідей 1 жыл 3 ай зал көрмедім. Одан кейін Таиландқа барғаннан кейін сол емделіп жүріп тренировканы Тайгер Муйтай залында бастадым. Ол жекпе-жекке көп те дайындалған жоқпын. Шамамен 1,5 жылдан кейін үлкен
кезең ғой бұл, уақыт қой енді, қаншама перерывтан кейін 4-5 ай дайындалып шығып келдім. Оның үстінде жақсы дайындықпен шықтым. Расымен де жеңем деп шықтым. Бірақ енді жекпе-жегіме бір күн қалған дейін өзімді жақсы сезіндім, бірақ енді ол да Алланың қалауы ғой. Бір күн қалған кезде өзімді денсаулығыма байланысты, денсаулығыма сыр беріп, бір жағдайлар болып, жаңағыдай өзімді нашар сезініп қалдым. Сол түнгі 12-де 11-де жатып, түнгі 1-де тұрып алып, келесі түнгі 1-ден келесі жекпе-жекке дейін қанша 20 сағат, почти бір тәулік қой енді. Көзім жұмған жоқпын, ұйқы жоқ. Сондай болды. Бірақ жекпе-жекке шығайын десем, шығатын күшім жоқ. Разминка істеймін, керлемеймін. Мысалы сыр берді ме, әлде қобалжу болды ма? Жоқ, қобалжу мүлдем жоқ. Бұл спортта жүргеннен кейін қобалжу жоқ. Денсаулығым сыр берді. Оны айтпай-ақ қойын, қалай болды? Жарайды, ештеме етпейді. Жеңілдім. Бірақ жеңіп алатындай бір дайындықпен шықтым негізі. Не болса да. Қайта мен мотивированный болдым. Психологически тұрғы бәріне дайын болып шықтым. Ананы жаңа айтып өткендей, жаңағы кәдімгідей жігерлем шықтым. Жанұям үшін деп деген сияқты, балам үшін деп, жаңағы психологически керемет шыққаным бар. Бірақ енді Алланың қалауы солай болып тұр енді. Солай денсаулығыма сыр беріп жекпе-жекке шығамын деп атқан кезде разминкада істей алмаймын, шарш күш жоқ. Мен ой келді расымен де. Нокаутқа кетіп қалмасам болғаны деп. Сондай ой болды. Жеңем емес, нокаутқа кетіп қалмасам болған деп. Бірақ енді барым салдым, 5 раунд төбелестім. Жекпе-жегімді қарап отырсақ, бір қатты жеңілдім деп айта алмаймын. Мен жеңдім деп айтпаймын, бірақ жеңілдім. Бірақ расымен де бір нокаутқа тұрады. Бірақ әйтеуір достойно дейміз, достойно жекпе-жекке шығып тұрмын. Анау денсаулығыма сыр берген байланысты болса да, нормально жекпе-жек. Егер бәрі ойдағыдай болса, анау жекпе-жекте жеңуге 100% жеңіп алуға болатын еді. Бірақ енді солай болып тұр. Қарап отырсақ, 20 оған дейін 22 жекпе-жек қатарында жеңіс жетті. Бұл енді аралас жекпе-жекте өте сирек кездесетін оқиға ғой. Соның 23-ші жеңілгенде жаңағы жарайды, сырқаттанып қалдым дейсіз, бәрібір бір жеңілдік. Бірінші жеңілген қандай күйде болдыңыз? Бұған дейін құр жеңдіңіз, қуандыңыз, керемет, енді шаттандыңыз, ел арқаңыздан қақты, халық қошемет көрсетті, алақанына салып аспанға лақтырды. Бірақ бір риза болғанымша, халық қолдады да мен сол кезде. Қолдады расымен де. Мен ойладым, ойбай, осымен біттім, мен өлдім. Бірақ алхамдулилля, сол кезде бірінші бәрі халық кәдімгі көтеріп алды, еңсемді көтеріп алды десе болады. Бірақ өзім халым сол жерде жеңілгеннен кейін өте қатты жылағаным есімде. Бірақ түбі білесің ғой, бұл спортта жүргеннен кейін ой болады, жаңағы, жеңіліп қалам ба, мен анандай жеңілмей келе жатқан кезде всегда ой тұр, бір груз болатын да. Мен жеңіліп қалмай, қалай жеңіліп қалмайшы, мен 0 болып тұра берсінші, жаңағы немші рекордым деп. Бір груз, бірақ сол жекпе-жектен кейін груз кетті да. Бір поражением бар, қорқыныш жоқ та жаңағы. Шынымен де. Оказывается, сондай болады екен. Бірақ сол кезде жеңіліп қалдым ау деп түңіліп кеткен жоқпын. Жыладым, сөйттім, бірақ өз-өзімді қолыма алып, бұдан да өтеміз жаңағы. Ештен кетпейді. Ол халықтың арқасы. Егер халықты мен турап жек қоятын болса, сол жерде сен ұтылып қаласың деп. Мүмкін мен төмен жаңағы ниже плинтуса дейміз ғой, сондай болып кететін. Бірақ жоқ, халық көтеріп алғаннан кейін мен рухани бір қайта көтеріп, жаңағы аспанға, осы күнге дейін талай жеңіп келдің, бір жеңілісіңді көтере білді. Сондай жағдайлар болды. Келесі жекпе-жекте міне Гея Эустаукио дейді, филиппиндік боксшымен, файтермен жұдырықтасқан екенсің. Оны бір рет жеңдің, екінші рет жеңілдің. Ол қалай болды? Қалай жеңдің? Бұл енді қазір тағы да айтатын болсам айтамын, жеңілмейтін болайық, бірақ жаңағы жеңілсе де жеңілмедім деп айта беретін деп ойлап қалмаңыздар. Ол кезде де бір оқиғалар болды. Оны әр эфирлерде айтамын, спортта жүрген жалпы фанаттар білет десек болады. Жекпе-жекке бір апта
шамамен 3 күн 4 күн қалды. Жоқ, бірінші надан бастайық. Бірінші жеңгеніңізді айтыңыз бірінші. Жеңген сол жекпе-жектен кейін арасын көп ұзамай, бір айдың ішінде келесі жекпе-жекке шықтым ғой Адриано Морайстан кейін. Шықтым да жеңдім. Ешқандай не проблемасы дейміз ғой. Жеңдім, болды. Одан кейін келесі турнир арада бірнеше уақыт өткеннен Филиппинде болады деді. Анау жаңағы филиппинец қой менің сопернигім. Сол жақтың звездасы. Қайтты реванш деді. Мен айттым, мен реванш жасай берем ба, не өкіп кетті өзі. За поясты білесің, временный пояс. Жоқ, ол кезде айтты, 3 раундтық жекпе-жек. Соң Саят айтты, какая разница, кого бить, сен оны ұтып ағасың, сен саған соперник емес ол. Ұтасың, ақшаңды аласың. Қайтамыз деді. Жарайды. 2,5 ай қалған кезде айтты, дайындалдық. Соң 10 күн қалған кезде контракт келді. Бой за пояс деп. Мен 3 раундқа дайындалып жүрмін ғой. Белбеуге 5 раундтық. 5 раундтық. Мен тұрдым, Саятқа айттым, мен 3 раундқа дайындалып едім ғой. Не болды? 3 раундтың ішінде разбереш деді. Негізі ол дұрыс емес та, негізі 3 раундқа дайындалып. Соны қазір ойлап отырсаң, бұл өздерінің бір моменттері шығар, анау. Соны қалай да болсын жеңіске жеткіземіз деген. Кім біледі, бәлкім олай емес, бірақ мен өз ойымды айтып отырмын. Оған да келістік. Жарайды, 5 раунд болсын. Мен біліп тұрмын ғой, маған ол соперник емес екен, расымен де. Бірақ мен оны недооценить етіп тұрған жоқ. Жақсы дайындықпен шығып келе жатырмын. Сонымен жарысқа бір аз уақыт қалған кезде қайт денсаулыққа сыр береді. Таиландта стафилококк деген ауру өте көп. Бұл жаңағы біздің тілмен айтқанда сыздауық дейміз ғой. Сыздауық. Бірақ сыздауық анандай антибиотик ішпесең, анау сыздауық кәдімгідей мазаңды алады. Температура көтеріледі. 38, 39, кәдімгідей. Оның үстіне сыздауық болғаннан өзегі болады ғой оның. Менде өзегі жоқ. Жай ғана ісіп кеткен қолтығымның астынан. Не істеймін? Анау ісіп баратыр, өзегі жоқ. Соңы өз-өзімізге шприц саламдан сорам бүкіл отходты дейміз ғой жаңағы. Сосын қайтып сөйтіп жүрсем, Саят қайта, мен менеджерім ғой, Саят Абдрахманов білмей жатқан жанкүйерлерге. Мынау жекпе-жек что-то не өкіп кетті, 3 раунд деді, 5 раунд деді. Одан кейін мынандай жағдайлар болып жатыр. Осыны бас тартамыз қой деймін. Жекпе-жекке шықпай-ақ қоямын. 3 күн қалды ұшуға. Самолетқа ұшуға 3-ақ күн қалды. Бас тартып, содан кейін Саят ойланып көрейік деді, бірақ айтты, біз отказ берсек, сол жақта да отказ бере саламыз деді. Если сен кәдімгідей шыға алмайтын боласың, менде температура. Мен соған сеніп қалдым, мен не осы барамды көрем, болмаса не істейді, басым бесіп ала ма? Отказ бере саламыз деп бардық. Содан кейін мен білдім қораға кіргенімді. Неге десеңіз, главный бой вечера. Бүкіл мероприятие, бәр жерде постер біздің. Олар жаңа біз айтқанбыз, мен ауырып қалдым деп мысалға. Олар айтып, бәрі дұрыс па? Мен олар ауырып қалдың, сен жекпе-жекке шықпа деп тұрған жоқ. Бәрі дұрыс шығар, сен главный бой вечерасың, сен қалай да болсын шығуың керексің, бүйтуің керексің. Мен бардым да, главный бұл жай ғана жекпе-жек емес, главный бой вечера болғаннан кейін ответственность түнінде мен қазір отказ берсем, бұлар маған бір қырсық танытып қалуы мүмкін депші. Келесі турнирі ма, бой бермей ма, кім біледі жаңағы. Сондай бір жағдайлар бола ма дедім. Енді бас тартуға мүмкіндігім болмады. Бір сөзбен айтқанда алданып қалдым. Ұшпау керек еді сразу. Саят енді әдейі емес қой. Ол да енді білмей қалып отыр. Енді шығуға тура келе болды. Бірақ оның үстінде жеңем деп шықтым. Жарайды. Жоқ, анауым кішкене кетіп қалды, кішкене кетіп баратыр, сыздауым. Осы мен бұның ішінде оның алдында антибиотик ішкем дәрі. Оны антибиотик ішпесең, одан сайын істеді. Былай қарап тұр, сөйтіп жекпе-жекке шықтық. Енді өзіңіз қарайтын болсаңыз, сол жекпе-жек көргеніңіз болсаңыз, теңдей жекпе-жек. Бәлкім кішкене болсын, басымдықтың мен мықты болып тұрмын. Бірақ 5 раунд төбелестік. Ол да жақсы өз-өзін көрсете білді. Или мен осал болдым ба? Бірінші жекпе-жегімде вообще бір сөзбен айтқанда соперник көрмей ұтып алдым оны. 3 раунд тазадай жеңіп алдым. Осы жолы мен ол күшейіп алған ба, немесе менің күшім жоқ па? Күшім жетпейді анаған.
өзім физикалық тұрғыда негізі анадан әлдеқайда мықтымын, бірақ сол жерде кішкене сол не ол бір дәрі дәрмек ішіп шықты, не болмаса мен мүлдем күшім жоқ сол кезде. Бірақ әйтеуір жекпе-жекке шықтық, жақсы өнер көрсеттік, енді жақсы жаман, бірақ сен дейдік кіші. Бірақ мен жаңа қолымызды көтеретін кезде біліп оттым, ай, мынау Филиппинде өтіп жатыр мынау жарыс. Мынау сол жақтың звездасы. Бүкіл халық сол үшін келіп отыр. Әрине оған береді. Қазақстанда мысалға болса, маған береді. Енді спорттың өзінің заңы бар ғой. Әркім ол да жаңа қай жерде турнир өтіп жатыр, местный ол кішкене болсын басымдық беріледі ғой. Беріледі. Ол спорттың заңдылығы, ол солай болу керек негізінде. Ай осы бір деген сияқты бір не болды, сон қолын көтерді. Проигрыш не оправдаешь дейді. Жаңағы ұтылдым. Айтуға болатын, жоқ, мен ұтылған жоқ, мен бүйттім, қараңдар ғой деп. Қолын көтерді ма? Шляпа снимаю, пожалуйста. Ол елінде болып жатыр. Қазақстанда болса, маған бермесе ренжимін, маған береді. Мысалға да сондай жекпе-жекпен. Енді оған реніш жоқ. Жарайды, одан да өте білдік, одан да сабақ ала білдік. Оны өтпегенге қазіргі уақытқа дейін осындай дәреже жетер ме едім, жетпейтін бе едім, бір Алла біледі. Сол себептен оның бәрі сабақ. Одан сол жеңілістен сабақ алу білу керек. Жеңілдім деп өзіңді тастап жүруге де болмайды. Қайта жігерлік алып, осал ұтылдым ғой, не істеу керек? Дайындалу керек. Кімнен көресің? Өзіңнен көр. Сөйтіп өзімнен көрдім расымен де. Қазір мысалы 3-ші бой берсем, мен онымен шықпаймын. Неге? Маған соперник емес ол. Мен одан мақтанып бір нетіп отқан жоқпын, бірақ расымен де ұтылатын адам емес ол меніңше. Екінші раунд, екінші жекпе. Может, анаған ұтылатын шығар, мынаған ұтылатын шығар, бірақ анаған ұтылатын адам емеспін да. Сөздің ашығы. Солай болып тұр, тағдырым солай болып тұр да. Жарайды енді. Ничего. Одан кейін есесіне 6 жекпе-жекте қатарынан жеңіске жеттің? Иә. Соңғысы міне күні кеше ғана америкалық Рис Макларен мен өткіздің. Австралиец Рис Макларен. Иә, Австралия спортшымен Американың Колорадо штатында өткіздің. Денвер, Колорадо. Жалпы қалай өрбіді сол жекпе-жек жайында кішкене айтып берсең енді. Ал енді бір оға дейін бұл реванш қой. Неге десеңіз, мысалы оның все топ-5-та тұрған жаңағы қазір Димитрис Джонс, Магуша Мушонок. Бірінші орында тұрған Адриано Морайз бразилиялық мен бірде-бір болған. Екінші орында мен тұрмын. Үшінші орында жаңағы Дэнни Кингант, оны да жеңгем. Төртінші орында Райс Макларен тұр. Былай қарап тұрсың, бәрімен жекпе-жекке шығып шыққам. Соңғы реванш береді маған қайттан. Соң реваншты айтады, мен айттым, мен қайта-қайта реванштан шаршадым, маған беріңдерші. Бірақ былай қарап тұрсың, бәрімен жекпе-жекке шыққам. Кіммен шығу керек? Енді топ-5-пен бәрімен шыққам. Тек қана сол Мушонок қана қалып отыр. Сол Мушонокты айтайын десем, оларда 3-ші бой ана Адриано Морайспен бірде-бір. UFC-де ұтылмаған Мушонок мен ұтқан бразилистан ұтылып отыр да. Содан кейін енді тура келді осындай реваншты қабылдауға. Өйткені мен білдім, осы жекпе-жекті қалай болсын ұтқаннан кейін, егер Мушонок жеңіліп жатса, или жеңіліп жатса, мен бәрібір де 100% осы жекпе-жектен кейін белбеуге шығатынын білдім да. Маған солай түсіндірді өздері. Осы бой жасауың керексің деп. Жарайды, жасаймыз. Кімді бересің деп сондырамыз дедік. Бірақ жақсы дайындалдым. Бірақ сопернигімді менен ұтылғаннан кейін ол да қарқынды дайындықпен шықты. О, қатты дайындалып шықты ол кәдімгідей. Жекпе-жектен кейін маған айтты ғой. Мен өйтіп өмірі дайындалмағам дейді. Менің шансым еді. Менен кейін ол жеңіп келе жатыр ол да. Мен ұтылғаннан кейін бірінші жекпе-жегімізден кейін ол да жеңіп келеді, қатарынан бәрін жеңіп келе жатыр еді да. Осы жеңсе мен егер ол белбеуге төбелесетін еді. Екеуміз де жақсы дайындықпен шықтық. Бірақ өзінікін ештеме көрсете алмады. Ол да өзі айтады жаңағы. Білмеймін мен қалай семен барым салдым, бірақ
сен менен әлдеқайда мықты екенсің деп өзім мойындады. Мен барымды салып күшті дайындалып келдім деді. Олай дайындық 2 жылдың ішінде мен ондай дайындықпен шықпағанмын деп айтты. Өзіме бір кішкене болсын ризашылығымды білдірдім. Мен жақсы дайындалыппын ғой деп. Жалпы бұл жекпе-жек саған не берді? Осы жекпе-жектен кейін енді титулдық жекпе-жекке шығасың ба? Иә. Жаңа сен айтып отырған Мушонг дейсің ғой, Тышқан. Деметриус Джонс, могущий Мушонг дейміз ғой. Кезінде UFC-да 12 дүркін әлем чемпионы. Иә, UFC-да 12 дүркін чемпионы болып қана қоймай, талай рекорд жаңартқан жігіт қой. Кезінде бір аңыз адам десек те артық емес. Қазірге дейін самый лучший боец независимости от весовой категории дейді ғой, жаңағы. Әлі де сол. UFC-да не кетіп қалды? Оны UFC бол? UFC-да ешкім шақ келтірмеді. UFC-дің 57 килограмм сушить етіп тастады. Кімді алып келсе де жеңеді. Бүкіл халық үйреніп алған. Кімді алып келсе Мушонг жеңеді. Жаңағы. Сөйтіп бұл рекордты обновлять ете берді, ақшасын ала берді. Бұларды шаршады ғой деймін. Бұны ұтатын адам жоқ шығар деп. Содан кейін Уанға келдік, бірақ Уанда сразу обещать еттік. Уанда президент айтты. UFC-дің Уанның оған оңай болмайды деді. Уанның байыстері 57 килограммда UFC-дің әлдеқайда мықты деп айтқан. Бәрі сол кезде ойланып қалды. Солай ма, солай емес па деп. Расымен де не болды? Нокаут түсті. Сол жеңген жекпе-жектерін қараңызшы, бәрі конкурентный бойлар болды. Бұрынғыдай Мушонг UFC-дан талқан шығарып, ешкімді үйтіп жеңіп жатқан жоқ ешкімді қазір. Қиналады қазір жеңген спортшыларын. Адриано Морайс алда не істеді? Нокаут қылды. Ол нені айтып жатыр? Азиаттар 57 килограммда, жалпы азиаттар деп қоямын енді. One Championship'ті 57 килограмм бүкіл әлемде бірінші орында деп білемін мен. Сол атаңызға айналған спортшыны өзің жекпе-жекке шақырдың ғой. Бір емес бірнеше рет жауап болды ма? Оның алдында шақырған бірнеше рет өзім шақырған инициатива проявлять еткенмін. Онымен шығуға болатын еді, оға дейін гран-при жасады. Гран-прида мен жеңдім, бірақ қолымды сындырып алдым. Сол келесі жекпе-жегіме гран-при 4 адам ба? Гран-при турнирінде жеңдім, қолымды көтерді, бірақ келесі кругына, келесі айналамасына мен қолымды емдеп үлгермедім. Операция жасаттым, жаңағы бүйтті, сөйтті. Сонымен шамамен уақыт өтті. Соң бас тартуға келді. Бұрынғыдай ақымақ қайрат жоқ. Бас көзсіз ұмытыла беретін ба? Жекпе-жек ауырса да шыға беретін. Қазір ойланатын болдым. Қой құрсын. Гран-при деп ертең қолымнан айырылып қалам дедім. Ол спорт. Оны да нету керек та. Енді тағы да айтып отыратын едім. Мен қолым сынып еді, содан кейін жаңағы жеңіліп қалдым, бүйтіп отырмын. Анау болды, мынау болды демесін деп құрсын. Бас тарттым. Ары қарай мен наусеткадан егер бәрі сол қолым сындырмай келесі жекпе-жегім Дэнни Кингантпен шығушы едім. Дэнни Кингант деген спортшы. Оны жеңдім, одан кейін жеңдім мен оны. Бірақ ол гран-прида сонымен шығуым керек еді, келесі кругында. Сөйтіп жаңағы бас тартып сол Дэнни Кингант финалға жетті. Деметриус Джонспен. Жақсы көрсетті. 5 раунд жекпе-жек көрсетті. Өте тең деп айтпайын, енді өзін жақсы көрсете білді Дэнни Кингант. Одан кейін мен жекпе-жекке шықты. Мен енді айқын бастым, мен жеңіп алдым. Былай қарап отырсаңыздар, бәрі бір-бірімізбен былай болып жатыр да, конкуренция өте жоғары. Қызықты конкуренция болып жатыр 57 килограммда. Енді Деметриуспен енді қашан сол жекпе-жекті біз барша жұрт күтіп отыр, алаш жұрты ғана емес, бүкіл әлем күтіп отыр деп айтсақ та болады енді. Енді Алла қаласа, оны нақты уақытысын білмеймін. Енді ғана жекпе-жек өтті ғой, енді ғана. Енді кішкене уақыт өтеді. Осындай стол переговоровқа отырамыз, ақылдасамыз, қолхат қоямыз. Раскрутка бойы болады, жаңағы раскрутка не, қай жерде өтеді, ақшта өте ма, Қазақстанда өте ма десе, Қазақстанда өту. Әлі қайдан деймін. Оған кәдімгі қаражат керек деген сияқты. Біздің ағашкаларымыз оған
жанагы сыяктагы кісілер оған жүгірсе қоймас деп ойлаймын мен. Бірақ қанша оның алдында қанша айттым, теледидарға неге де Қазақстанда өткізейікші, бір турнир өткізейікші, көмектесіңіздерші, қолдарыңызда бар ғой, келеді ғой. Біреу мақұлдамады да, біреу жанағы. Мен сол организацияның көрсеткім келеді да қазақстандыққа. UFC қайрат қашан UFC-ді қоя тұрыңдаршы, мына көріңдерші мына турнирді. Жазайықшы Қазақстанда. Түгедесіңдер, білесіңдер. UFC қайда, оған қайда екен, мысалға деймін да енді. Бірақ ешкім етпеді енді. Инициативу не проявил десек болады жаңағы. Жарайды. Енді келесі турнир ақш-та болатын шығар. ақш-та болу керек. Қай жақта болсын дайынбыз. Жалпы өзің UFC-ға баруды армандайсың ба? Бүкіл аралас жекпе-жекті кіммен сөйлессек те бәрінің арманы UFC ғой. Әр спортшының арманы Олимпиада болса, өзіңде сонда арманың бар ма әлде? Болған аға. Қазір ол арманым айнып қалдым. Айнып қалған себебім, жаңа оған айттым ғой, талай күттім оны, ертең жас кезімде кішкене арман болды, қазір жоқ. Неге? Халыққа түсіндіре кетейін. Міне алайық, тараз алайық, екі таразды аламыз. Мына жақта UFC, мына жақта Дмитрий Мышонок дейікші. Қайсыны? Әрине Мышонок. Неге? Әлемді мойындатқан мировой звезда сонымен жекпе-жекке шығу мен үшін бұл қанша жылғы арманым. Бұндай жекпе-жек әлі Қазақстанның история спортында болмаған. Бокста алмақ қой, бокста гена бар, не бар дегендеш. Ереже жекпе-жектен бұндай үлкен қарқынды, бұндай тартысты бір жекпе-жек болмаған ешқашан, мысалға деймін да. Сөздің ашығы да енді. Ал енді қазақтың қара домалақ баласы сондай дәрежеге жетіп, қазір әлемдегі ең мықты спортшымен жекпе-жекке шығайын деп отыр. Ол история ғой, ол тарихи сәт. UFC. Бұрын кішкене жас кезімде болғанда баратын едім. Мен қазір UFC-ға баратын болсам, стандартный гонорардан бастайсың. Енді кішкене условиясы может. Ол бір. Екіншіден, мен бұрын жас емеспін. Мен қайттан бұны с нуля бастам керек. UFC поисқа дейін жету үшін, қанша жекпе-жек, қанша кімде, 5, 6, 7 жекпе-жек. Мен 35-ке келдім. Айтып бүйтем дегенше өзі. Жоқ, мен қазір мансабымды, қазір нағыз от алып тұрған кезім, расымен. Бірақ уақыт өзінікін алады. Мен 2-3 жылдың ішінде қандай формада боламын, білмейміз. Может, одан да күшті болам, может, төмендеймін. Может деген сөз бар да жаңағы. Мүмкін. Сол себептен қазіргі осы от алып тұрған кезімде, от алып тұрған спортшымен, аңыз адаммен қазір жекпе-жек керек маған. Жаңағы бірін енді мынандай момент болды да, ойымда. Егер мен оғанға қызық емес болсам, олар тағы да маған бой бермесе белбеуге, тағы да бір бой жаса деп жаңағыда, кім біледі енді? Енді оған бара қоймас, не дегені мен? Сол кезде мен айтып жүрдім, көке, президентімен кездесіп, барым салдым, мен сендер, мен не интересен сендерге? Енді мен не интересен неге? Қазақстанда турнир бола ма? Болмайды. Олар жасағысы келді, бірақ болмайтын болды. Қазақстан бір турнир өтпеген. Телевидение даже сатып алдым. Казспорт не көрсетеді, кім біледі енді? Соны көрсетсе болады ғой. Казспортқа кезінде бұлар пакет берген екен бір жылға. Уақытша қолданыңдар, одан кейін сатып аласыңдар деп. Ол уақытша қолданған бір жыл, содан кейін уақыты келгенде сатып алмаған да. Мен естуім бойынша солай енді. Олар ренжіген, Қазақстан толқы жоқ деген. Содан кейін мені как спортшы ретінде ғана ұстап отыр, мықты спортшы ретінде ұстап отыр. Мен олар как спортсмен ғана интересімін. А мен тарабымнан артында әскер жоқ қой. Әскер жоқ. Қолдаушы жоқ. Маған қазір толкач керек еді, толкач ететін деп жаңағы. Артынан толкач болса, ой, мировой виза қылып жүретін бет даже. Олар мен интересім болсам, алтында толкачтар болса. Мен жалғыз өзім әйтеуір бірдеңке әйтеуір болсын деп әйтеуір өзім
тәй басып жүрмін әйтеуір осында. Ал енді не айтып отырмын ойым екіге бөлініп жаңағы. Жалпы қолдау көрсетіп жүрген азаматтар бар ма? Мысалы қалталы азаматтар әйтеуір бір жаңағы көмектесіп жатады, бір жарыстарға, оқу жаттығу жиынына көмектесіп жатады, басқа да бір темір тұлпар сыйлап жатады біреулерге, сондай бір. Сіз естідіңіз бе Қайратқа тұлпар берді екен деп? Естіген жоқпын. Пәтер берді деп естідіңіз бе? Естіген жоқпын. Соны айтайын деп отырмын сізге. Өзімнен де бар, маған пәтер беріп, машина беріп, темір тұлпар сыйламағаны өзімде кінәм бар. Қазір біліп отырмын қазір. Қандай кінә? Осында интервью алады, жағдайың қалай? Жағдайым 5. Машинең бар, машинем бар. Миллион туда әңгімеміз. Сөздің ашығы. Бәрі ойлайды ғой, ойбай наубай, неге өзінің имиджімізді түсіргіміз келмейді? Қайдан білсін теңге санап жүргенімізді? 5 теңгеге 5 теңге қосып. Сондай бір моменттер болды да, сол кезде ойландым, енді жаспыз ғой, бәріміз Қайрат деген атым бар, ол кезде бірінші пионербіз. Қуат өгем дүркіреп тұрған кезіміз ғой ана жақта. Анау қара жорға, анау Қуатын Айманханмен жер көрейді. Огород қазақ деген. Дүркіреп тұрған кез, шікірейіп киініп аламыз да, жүреміз талтаңдап. Бәрі 5 сияқты. Айттым, миллион туда деп. На самом деле жүрміз әйтір. 5 теңгеге 5 теңге қосып. Сол интервьюлар сұрайды ғой өзің сияқты. Қалай, жақсы, бәрі күшті. Қанша гонорар? Гонорарым жетеді, бірақ айтпаймын. Тогда мүмкін солай шығар. Маған сол үшін біреу бірдеңкеге жақындамаған. Или мен өзім сондай адаммын. Мынандай адамдар бар екен да. Қанша жерден тырыспа, ол кісі, ол адамға мен қалай айтсам болады? Біреудің жолы жеңіл, біреудің жолы басқаша да енді, ауыр десек болады. Біреу тез бірдеңкені жаңағы жол алып кетеді. Біреу әркімнің өзінің жолы бар да. Мен сол бір жолдамын да. Басқа бір жолдамын. Оң жаққа, сол жаққа тік емес та. Сол себептен сондай бір жағдайлар бар. Оның үстінде маған ешкім ештеме осы күнге дейін бермеген. Расымен де. Неге мен интервьюларды айтам? Бәрі керемет деп. Өйткені Алашбайтты дүркіреп тұрған кезі ғой. Енді артық болмас, мен Алашбайттың артын жауып жүрмін сол кезде. Сол кезде мен осыны айтсам, аналар айтады ғой. Ана жақтағы кісілерің, нелерің не қарап жүр тайда деп жаңағы. Сол кезде оларға да минус шығар. Соны артын жамап жүрміз ғой, арғы сөз сиіп кетпесін құрсын. Жаңағы Алашбайттың дүркіреп тұрған кезі өзі. Сол кезде ақшам жоқ десең, анау десең, ят әңгіме көрдік та біз. Ят болады, ел не ойлайды. Біз сондаймыз ғой. Жалпы қазақ елі, ел не ойлайды? Ел не ойлайды? Ойбай. Анау не ойлайды? Не ойлайды? Мен кейін кезі оны сол стереотипті сындырып жүрмін. Ел не ойласын өзі білсін. Бұрын соған жатып ағамын. Ел не ойлайды? Ойбай, ят болды. Біреудің мнениясымен жүретімін. Біреу не айтса, біреу жаман комментарий жазып жүр, соған ойбай жүрегім ауырып. Рас. Ол қайдан білейін, ол ана жақта отырып, өз кешірсін, әжетханада отырып, жай ғана прикол жасаған. Мен де білмейді, кімде, мысалға деймін да, көңіліме көп алатын. Жастықпен сондай болды да. Қазір енді ойлап отырсаң бір күлкілі бір зат болып тұр да, расымен де. Біреу берсе, мен біреуге қолымды созып алақанын жайып барған емеспін. Біреу келсе маған мә деп, алудан қашпаймын. Берсе от души береді, бермесе бармаймын. Мынандай жағдайлар болған. Түнгі бір уақытта, түнгі 2-3-те біреу звондайды, алсам, мен осындай деген ағаңмын, мындаймын. Мен осындай должностьтамын. Жақсы, біз жігіттермен жиналып, саған бір көлік, темір тұлпар сыйласақ па десе. Түнгі 3-те ойбай жүрегім. Енді рас қой енді. Мен жарайды темір тұлпардан. Ол біреу менің еңбегімді бағалап сыйлап жатқанына кәдімгідей. Деп сүйсінесің да. Бар екен ғой мен ағаларым да мен қолдайтын. Ауылдасым екен еще деп жаңағы
түнімен ұйқы жоқ, ойбай мен үйдегілерді оятып машина берейін деп жатыр маған деп. Олар ұйқылы, ойбай не болып кетті. Жоқ, тура осы мен шын айтып отырмын, рас. Сөйтіп бір күн өтеді, жаңа эйфориямен жүрсің, машина, не машина екен, қандай машина деп сұрайды ғой еще. Бергеніңізді аламын деймін ғой. Енді мен қалай айтамын мысалға, берген не береді там, копейка жүгіре берсе ризасың, в любом случае от души берсе болды деп. 3 күн өтеді, бір апта өтеді, бір ай өтеді. Содан кейін ана кісінің номерін сақып, чай ғана, қалыңыз қалай, бір празднигінде денсаулығыңыз қалай, мейрамыңыз құтты болсын деген. енді білесіз ғой, енді мен намек емес, білгім келіп тұр да, ар жағы не? Жақсы, рахмет, жауап жоқ, ассалаумағалейкум, давай, жақсы, болды. Мен сол кезде не ойлап болуым керекпін ана кісімен? Ол жаңағы бүйтті, жаңағы түнді күште звондап, бір айдан кейін звондап тұрсаң, ол теманы как будто мүлдем айтып көрмей білмейтін сияқты. Содан кәдімгідей ойлайсың, ойбай не болып кетті жаңағы. Ол жарайды бір рет болса, одан кейін тағы да болған осыдан 2 жыл бұрын. Түнгі 2-де дос баламыз звондап маған. Оның дос бала, общий дос баламыз ғой енді болды. Сен Қайрат, маған жекпе-жектен келгем, қандай машина? Бір Камри атайын деп жатыр деп. Жаңағы есіме түсіп кетті, жаңағы бұрынғы. Есіме түсіп кетті де, сене қоймадым. Мен бастан өткеннен кейін, бірақ надежда. Берік болса да жаман. Үміт бар. Дәл солай. Оны көріп жүрмін, бірақ никто никому не обязан, бірақ берсе приятно аға, дұрыс па? Біреу сен еңбегін бағалап, жаңа жеңістен кейін беріп жатса, құр емес, былай бермей қойсын. Жеңістен кейін бағалап жатса, нұр үстіне нұр ғой, кәдімгідей біреуге керек екеніңді, жаңағыдай. Біреу бар екеніне, қолдаушың бар екеніне, басқа жақтар біреулерді көреді ғой, машина беріп жатады. Қуанамын мен қайта, соларға беріп жатыр екен ғой деп. Расымен. Анда білесіздер ғой енді, кімге берді, ұтылса да берді, ұтылса да берді. Сыйлап беріп отыр, ұтылса да сыйлап беріп отыр. Еңсеңді түсірме, бауырым, міне саған бір машина. Ол темір ғой, ол машина. Ол средство передвижения, ол машина болмай қойсын, сен өміріңді сүресің, ол машинасыз ақ. Мысалға деймін да, жоқ, оны сыйлап беріп отқанына риза боласың да. Біреуге беріп жатса, мен шын айтам, спортсменге беріп жатса, міне Алланың өзі куә, қуанам. Бағалап жатыр екен ғой, Құдайға шүкір, бар екен ғой. Бағаласын спортсмендерді. Әр спортикада жастар өсіп келе жатыр. Жетіскеннен ешкім жүрген жоқ мына жақта. Бәрі бір деңгейге жетіп, өсіп, өніп, чемпион болып, пәтерлі болып, көлікті болып, жағдайын істеп, бәрі сол үшін жүрміз ғой аға. Әрине, тарихи сәт өз-өзіңді қазақтың туын көтеру шетелде. Одан кейін ешкімге секрет емес, ақша, жанұямыз бар, бала-шағамыз бар, нанымызды тауып жеуіміз керек біз. Өсіруіміз керек, өндіруіміз керек, балдарымыз өсіп келе жатыр, ертең қайда тұрады, қайда қызым өсіп келе жатыр, оқу, мысалға қазір терең ойланасың да, расымен де. Өмір болғаннан кейін аға. Осы күнге дейін мен қанша эфирімді көріп отырсаңыздар, ешқашан да бір ашылмайтынмын. Жаңағы айттым, эфирден істе бәрі күшті деп отыра бердім. Бір саусағымды бұғып отыратым. Қалай сөйлеймін? Дұрыс сөйлеу керек қой. Бірақ сыртқы көбін ғана көрсететінбіз да жаңағы. Бәрі банальный сұрақ, банальный ответ, шаршап кеттім. Соң кейінгі 2-3 жыл болды, интервью бермеймін. Интервьюларым қарап отырсам, ешқандай бір күрделі сұрақ жоқ, күрделі жауап жоқ. Өзімнен де бір бармағымды бүйтіп отырмын ғой. Қазір бір күрделі сұрақтарға күрделі жауап бергім келеді да, өмірлік жаңағы. Ол неліктен дейсіз, жас келе бір аға болатындай бір өзім кезеңге келдім деп ойлаймын. Қазір бұрын басында біреу бауырларым аға десе, ойбай, аға болып біртүрлі болатын жаңағы. Шынымен де қазір аға десе енді должный сияқты да, аға десе сыйлап жатса, мысалы өзім де бір аға ретінде қазір бір сондай кезеңге келіппін ғой. Бұрынғы Қайрат, жас Қайрат пен қазіргі кез екеуі аспан мен көктей.
халық шынайылықты жақсы көреді ғой аға. Өтірік қайрат болмайшы. Шынымды ішкі дүниемді ашқым келді да. Шаршадым мен анау неден? Өтірік интервьюлардан, жасанды интервьюлардан. Қалай, может, мен қазір халық қолдамауы мүмкін шығар. Мынау интервью не айтып кетті деп жаңағы. Анасын айттым, мынасын айттым, жылады ғой деп айту мүмкін шығар, мүмкін. Не айтса ол айтсын, бірақ мен өзім ішкі дүниемді осындай қайратпын, расымен де. Жасанды емеспін. Сөйлеу білем, ішкі дүниемді айту білем. Сондай бір не интервью, өзім сондай интервьюға келіп отырмын сол. Енді бұдан кейін сіздің интервьюіңізден кейін бір 2 жыл интервью бермейтін шығармын. Ішімдегі жиналып келіп отырдым мына жақта. Енді 1-2 интервью бар енді орысша бір спортқа байланысты. Болды. Рас. Қазіргі кезеңімді жеткізіп отырмын. 2 жылдан кейін қандай кезеңде кейін мүмкін басқа қайрат болып тұратын шығармын енді. 2 жыл өзгертеді ғой адамды. Сол аға. Жалпы өзің қай өңірдің тумасысың, отбасың жайында айтып берсең? Бір жақтанбыз ғой аға. Ауылдаспыз ғой аға, почти екеуміз. Біздің ауылымыз арасы жақын ғой. Бақал ауылында туылғам. Жетісу облысы? Жетісу облысы, Сарқант районы, Бақал деген ауылдан, сол жақтың топырағында аунап өсіп, сол ауылдың тумасымын. Бірақ туылған болғанымен өзім Алматы облысы, қаланың төңірегі, Іле ауданы, Ащыбұлақ ауылы, қазіргі Түймебай ауылында өсіп өңгем. Сол жерде мектебін оқып бітіріп, әлі күнге дейін әке-шешем Қарашаңғыр сол жақта. Ағам бар, екеуміз жалғыз ағам бар, жалғыз бауыры, жаңа шешем айтпақшы, екеулерің ғанасыңдар, бір-бірлеріңе поддержка осылай өсіргенде бізді. Көзімнің ағы мен қарасыңдар жаңағы. Екеулерің бір-бірлерін қолдың бала кезден бір-бірімізге ағам ретінде, іні ретінде біріміз өте қатты жақын ағамменші. Мен жекпе-жекке шыққанда жерге кіріп кететін. Мені бір ұрып жылап жүретін ағам, жалғыз ағам бар. Спортшы ма? Спортшы емес. Футбол ойнаған енді ауыл арасында дегендейші, бірақ жақсы ойнаған. Спортқа жақын болды. Маған спортқа келуіме себепші болған сол ағам. Күресті бірінші бастап, мен соның артына ілесіп, мені тастап өзі қашып кеткенде. Мен сөйтіп күресте қалғам. Қайрат, енді өзің Қайрат Ахметов деп жазылып тұрады бір жерде. 32 жекпе-жек, 30 жеңіс, 2 жеңіліс, 18 айқын басымдықпен жеңіс дейді. Соған қарағанда өзі қалай? Сүйсінесіз бе? Сол шырдық қарағанда екінің бұрында ондай жоқ қой. Қандай енді әсерде болса шынын айтшы? Енді мен бір сүйсінем деп айта алмаймын. Енді былай қарап сол One Championship'та шамамен 11 жекпе-жек өткізді. Енді соғықтың One Championship ветеранымын. Біреулер 11 бойымен карьерасын тамамдайды. Былай қарап тұрсаң үлкен организацияда 11 жекпе-жек жасап, әлі күнге дейін сол жақта жастығыма қарамай 35 жасқа келгенмен әлде өнер көрсетіп, соған сүйсінемін мен аға. Рекордым емес, осындай дәреже жүргеніме, осы спортшы өзімді таныта біліп, мықты спортшылармен күш тартысып, елімнің туын көтеріп жүргеніме сүйсінемін аға. Бұл рекорд деген 50-0 болса да болады, ол рекорд жаңағы онымен ештеме айтылмайды. Бірақ ертең историяда қалып жатқан жағдайда оның бәрі енді архив ретінде болады ғой, қалады ғой. Енді бұрындар енді біз айтушы еді ғой жаңағы UFC-ға қайта оралайық. Бұрындар енді бәрі UFC қашан шығады, қашан шығады деп жататын. Қазір қатары көбейіп келе жатыр ғой. Сол жігіттердің өнеріне қалай баға бересің? Сөздің ашығы 5 деген баға берем. 5-тің 5-і да.
қазір Шафқат Рахманов. Шафқат туралы әңгіме жеке болсын, мысалы айтайық, Шафқат Рахманов енді қашан чемпион болады деген, Шафқат Рахманов Швецияның туасын өнер көрсетіп жүрген шешен жігіті Хамзат Чимаевпен қашан төбелеседі, олар төбелессе кім жеңеді деген жарайды сауалдар туындап жатады. Соған сіздің жорамалыңыз, болжамыңыз қандай? Енді Шафқатпен таныс болғанмен қатты араластығым жоқ дейсіз? Ара қатыстығым жоқ. Бұрын бір турнирінде мен награждать еткенім бар. Былай көрісіп қалғанда амандасқанымыз болмаса, жалпы ол көлдің мынау жағында, мен көлдің мынау жағындамын да. Неге екенін білмеймін, бірақ енді басқа спортшылармен бәрімен жақсы қарым-қатынас. Шафқатпен жаман қарым-қатынас емес, бірақ мүлдем қарым-қатынасым жоқ та. Қазір бізді көп салыстырып жатады жаңағы. Қазақстанның екеумізді жаңағы біреу Қайрат мықты, негізі жаңағы хайпқа жоқ, ол кішкене шум керек, біреу жаңағы Хамза, кім Шафқат деп жатады. Солар айтатын адам біз ешкім де емес, ол Шафқат-ақ болсын, мықты жаңағы лучший боец Казахстана десек, мен ол спискке кіргізбесе де болады да, жалпы. Ода тұрған ештеме жоқ. Бөлінбесін деп отырмын ғой. Шафқат өте мықты, расымен деші. Біз бір табиғи туыла бітілген бір күші бар, расымен деші. Қарап отырсаңшы. Не болса да, күрес болсын, тез меңгеріп алатын бір не қасиеті бар да. Тұрып төбелесте де, былай қарап тұрсың, бір соны көргенде бір қасқырды көргендей боламын. Қасқырдың біз жаңағы неге шығады ғой, аңға шығады ғой, сол қасқырдай көргендей боламын соны, расымен де. Бірақ көп мақтап жатыр ғой, сол Шафқатқа өзімнің тарабымнан айтарым, осы эфирді көріп жатса, босамасын да. Қанша көпшік берет, артынан берет, ертең бір тұлып қалса, өзіңіз білесіз, бәрінен жинаған, қасықтап жинаған авторитетіміз дейді, шелектеп төгіледі. Соған мән берсін да, сол жағынан. Мен өзімнің ақыл кеңесім аға ретінде. Шафқат өте мықты жігіт. Оны ары қарай айта берсек болады. UFC-ға Жалғас Жұмағұлов бауырымыз, Сергей Морозов, бәрі мықты. UFC-да бұл спортта жүрген осал адамдар жоқ қой жалпыша. Ол өзінің досың жайында айтасың, Қуат Найман Хамитов. Ол қай кезден бері доссыздар, бірге өстіңіздер ма? Мен бала доспыз ғой екеуміз. Енді бұлай қызықты жағдай, екеуміз бала кезімізден доспыз. 3-ші класстан бері сол ауылдан келеді. Бір класста оқисыз? Параллель класста екеуміз бір неде параллель класста оқығанбыз. Көрші болып тұрғанбыз. Огородтан огородқа секіріп, екеуміз бала кезімізден бірге ойнап, сол Ащыбұлақтың топырағында аунап, бірге өскенбіз. Бірге бүкіл спортты бірге басамыз. Каратені ауылда. Сол ең бірінші карате ашылған. Екеумізден данныйларымыз мықты. Шпагат, сальто, гибкость. Екеуміз конкурент болып, бір-бірімізге сол конкурент болғанымыз. Жаңағы каратеде болса бір-бірімізді асамыз деп, анау сальто, мен білмейтін сальтон, ол істесе мен сол жерде істеп жүремін соны. Мен оны өмір істеп көрмеймін, бірақ мен сол жерде конкуренция бар да. Енді спортивный конкуренция. Екеуміз ол өз классының лидері Атаман, мен өз классымның лидері Атаман. Екеуміз доспыз, мықты жігіттер спортта жүрген мысалға да. Одан кейін күресті бірге бастадық. Ережесіз жекпе-жекті бірге бастадық. Бір ноғана бар арамызда. Мен ерте үйлендім, ол әлі үйленген жоқ. Жалпы Қуатқа айтым, өте жақсы жігіт қой негізі шамақ. Өздеріңізде біліп жатасыздар, ол бірақ өзінің арқасы бар. Бала кезден ол жасанды емес. Мен деген болатын бұрын, мен жаңағы. Қазір сол арқасы бар, қосылып кететіні бар. Енді бірақ енді жаңағы ол да былай болып қалды. Көлдің ар жағында, мен көлдің бер жағында бір-бірімізге. Өйткені ол үйленбеген, мен үйленген, мен көп семья бала шағама көңіл бөлем. Ол жаңағы
өзінің тіршіліктері бар. Бұрынғыда екеуміз 5 жыл бірге тұрғанбыз бір үйде. Сол Алашбайтта жүрген кезде коттеджде тұрдық, квартирада тұрдық жаңағыша. Бір-біріміздің қыр-сырымызды білеміз. 100% білеміз десек болады. Қуат кім екенін мен 100% білем. Қайрат кім екенін Қуат 100% біледі. Екеуміз енді бала доспыз ғой енді сөзбен ашық айтқанда. Достарыңа ажырамасың? Иә, ажырамайды. Оны біреулер сол араласпай көріспей қаламыз ғой. Сол біреулер анандай не жүреді екен арасында. Араласпай қалған. Бір енді сөздің ашы бір кезеңдері екеуміз кішкене ара қашықтығымыз ұзарып созылып жаңа суықтап кеткен күндер болған. Ол мені түсінбей, мен оны түсінбей. Бұрын байқасаңыздар 5 жыл бірге тұрдық қой. Сол кезде Қуат кішкене Қуатқа мен жаңағы ручнигін тартып тұрмызын басып отыратын. Жаңағы ол видео ол арқасы болғанда тоқта так олай болмайды. Не айтты де әке-шешең көріп отыр. Етпе жаңағы ол шоу жақсы көреді де шоуды. Жақсы ана цитаталар жаттап жүріп жаңағы сондай. Ол өзі сондай тула бітілген адам, ол жасанды емес. Ол соны шоумен не болғысы келеді жаңағы. Өзі айтатын мен так дыр деп қойып тыңдайтын. Енді жарты жыл болсын үлкенмін мен одан. Сол үшін айтса ағаңмын мен сенің деп жаңағы. Жарты жыл үлкенбіз, иә. Сөйтіп бала кезде төбелестікті, татуластықты, өмір болғаннан қазір де ол ар жағында, мер жағында болсақ та бәрібір енді балалық дос болу, оны қанша айтсаң да ол дос, ол өмір бақи дос болып қалады. Арамызда қара мысық өтсе де. Бірақ жақсымыз. Енді қазір кезде осы елшілік жарыстарда төбелесіп жүрген жігіттердің арасында кімдерді көріп отырсыз? Болашағы жарқын деп бірнеше есімді атасаңыз осы өзіңізден байқап жүретін шығарсыз. Жоқ, қазір өте көп болып кетті спортшыларшы жалпы. Жақсы балдар бар, жас балдар. Оның бәрін атын атап біреудің ескім келіп тұрған жоқ. Жақсы спортшылар бар, жақсы. Бірақ бір уровеньға келеді да біздікі. Ары қарай өспейді. Неге? Жақсы тренер жоқ, жақсы залдар жоқ, система жоқ. Бізде грэпплинг отдельно, жаңа бокс отдельно. Сол системаны, любительский системамен дайындалып жүрміз. ММА залдар жоқ, маманы жоқ, ММА жаттықтырушының маманы жоқ бізде әлі. Мен только Даниш Дөнгенбаевты айта аламын. Өзі спортта жүрген, кішкене хабары бар. Менің жеке бапкерім Игорь Фунтиков деген кісі бар. Ол енді тоже маман. Ол Орынбордың? Орынбордың, иә. Ол маман. Жоқ, Орынбор емес, Омскі. Жоқ, Орынбор, иә. Орынбор, иә. Соны айта аламын. Басқа кімді айта аламын? Басқа ешкімді айта алмаймын. Сол біздің ары қарай өсуіне байланысты бізге система ақшта қалай бәрі профессионал қалай өнер көрсетеді, білесіздер ғой енді. Сондай бір жаттықтырушылар көп болу керек, залдар көп болу керек. Соның карьерің ростана тоқтап қалмау керек, за граница шығу керек, көп жүру керек, әр спортшы анда көріп, Америкада көз ашылу керек. Бізде кішкене жаңағы психологический тұрғыда дайын емес көбісі балдар, жастар. Мықты болады, жаңағы бір жақ орынға бір уақытқа келеді, тоқтап қалатын сол себеп. Психологически дайын болу керек. Бірақ жақсы балдар бар. Ал құрметті көрермендер, өздеріңіз естідіңіздер, жақсы әңгіме дүкен болды. Біздің қонақта ереже жекпе-жектің хас шебері Қайрат Ахметов бауырымыз болды. Осында бір қызықты бағдарламаның куәсі болыңыздар. Егер біздің бағдарламаны ұнаса, әріңізде көріңіздер, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар, қолдаңыздар және тіркеліңіздер. Сау саламат болыңыздар.